Армысыздар, құрметті көрермендер. Біздің мектебімізде өте білімді әрі талантты облыстық республикалық байқауда жеңімпаз атанып жүрген оқушылар мен мұғалімдер өте көп. Біз оларды мақтан тұтамыз. Сол себепті сіздердің назарларыңызға үздіктерге арналған Best of the Best бағдарламасын ұсынып отырмыз. Менің есімім Гүлім Төлеу. Бізбен бірге болыңыздар. Бізге бүгін қонаққа мектебіміздің мақтаншы география пәнінің мұғалімі Диана Калдыковна келіп отыр. Қош келдіңіз. Сәлеметсіздер ме? Диана Калдыковна, жақында сіз республикалық байқауға қатысып, үздік география пәнінің мұғалімі атаныпсыз. Сізді шын жүрекпен құттықтаймыз. Рахмет. Барлығымызға түсінікті болу үшін байқау туралы қысқаша айтып беріңізші. Оған қалай қатыстыңыз? Бұл байқау білім өркениеті сайтында жарияланған болатын. Байқаудың мақсаты Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаевтың Қазақстан Республикасы тәуелсіздігіне 30 жыл толуына орай Қазақстан Республикасында орналасқан бүкіл мектептерде педагог мәртебесін арттыру мақсатында ұйымдастырылған конкурс. Яғни үздік география пәні мұғалімі 2021 конкурсы болатын. Байқаудың талаптары қандай болды? Сіз оған қалай дайындалдыңыз? Байқаудың талаптары мынадай болды. Ең алдымен үздік география пәні мұғалімі тақырыбында және де менің үздік инновациялық әдіс тәсілдерім тақырыбы бойынша эссе жазу, одан кейін пән бойынша қандай жетістіктер болды және оқушылардың жетістіктерін портфолиосын салу, және де ең соңғы өзіңіз туралы ақпарат және де мектеп туралы шағын видеоролик түсіру. Өзіңіздің жеңімпаз екеніңізді естігенде қандай сезімде болдыңыз? Әрине өзім жеңімпаз екенімді сезінгенде және естігенде өте қуанышты болдым. Өйткені бұл байқау республика бойынша, оның ішінде жоғары оқу орындары, колледждер, лицей және де жалпы орта білім беретін мектептер арасында ұйымдастырылған іс-шара болатын. Және де жүлделі бірінші орынды алғанда өте қуанышты болдым. Сонымен қатар бұнда жүлделі орын алған үшін төсбелгі, мақтау грамотасы және де өзімнің жарияланған мақалам кітапша ретінде шықты. Алға қойған жоспарларыңыз қандай? Тағы да байқауларға қатысуға ниетіңіз бар ма? Міндетті түрде келесі жылы, яғни 2021-2022 оқу жылдары осындай іс-шараларға әлде қатысамын деген ойдамын. Және де жеңімпаздар қатарынан көрінуге тырысамын. Диана Калдыковна, біз сізді алдағы жұмысыңызға шығармашылық табыстар тілейміз. Әрқашанда алда болыңыз. Алтын уақытыңызды бөліп, берген сұхбатыңыз үшін рахмет. Ал біз осы жерден сіздермен қоштасамыз. Құрметті көрермендер, сау саламатты болыңыздар.